Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін өте дәмді, мінсіз құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Құймақтың әртүрлі жасалу жолдары бар. Мен тек қана осы рецепт бойынша жасаймын. Және өте жіңішке, сондай ажурный болып, дәмді болып шығады. Сондықтан да сіздерде осы рецепт бойынша жасасаңыздар, сіздерден де міндетті түрде әдемі шығатын болады. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқа, тұз, қантты жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Енді жылы сүтпен қайнаған суды қосып араластырамыз. Одан соң ас содасын қосып тағы да араластырамыз. Құймақты жасаған кезде, әрбір ингредиенттерді салған кезде араластырып отыру қажет венчикпен. Сонда құймақтарымыз әдемі жіңішке болып шығады. Ұнды екіге бөліп араластыра отырып саламыз. Одан соң шитмайды қосып тағы да жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің құймағымыз дайын болды. Толық рецепті описаниеда жазатын боламын. Енді қызып тұрған құймақ пісіретін табаға құймақтардың барлығын екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне құймақтарымыз дайын болды. Мен әрдайым осы рецепт бойынша жасаймын. Менің отбасыма, жақындарыма өте қатты ұнайды. Енді сіздер де осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерден де міндетті түрде жақсы шығатын болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Комментарий жазып, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.